28 команда, әр командада 15 адамнан болғанда 450-ге жуық спортшы қатысқан. Бәріңе ассалаумағалейкум, бұл жүрмейтін жерім жоқ. Бірнеше уақыттан кейін Маңғыстау облысының LLF 2019 турнирінің финалы басталады. Қараймыз қалай өткен. Спортшылар, спортсүйер қауым, баршаңызға да мына әуесқой лигасында өтіп жатқан жарысты жақсы аяқталуымен құттықтаймын. Менің қасында LLF-тің чемпионы, 4 түркін чемпионы Асқат Төретаев. Асеке, LLF 7 рет өткен LLF-тің 4-ін ұттыңыз. Дұрыс па? Ощущение қалай? Ощущение, орысша айтқанда, каждый раз как первый раз ғой. Вот Маңғыстауды сколько можно ұта беріп та, неге бар Қазақстанда алмайсыңдар? Енді барып ұтамыз. Қазақстан күшінде. Все, сәттілік Астанада. Рома, брат, больше не суди, судимым будешь. Менің қасында Атриум командасының представителі Жандос. Жандос, мынау Атриум командасының 3-ші турнирі. Біріншісі енді лига, 3-ші лиганың жеңімпазы болдыңдар. Адикте күміс жүлдегер болдыңдар, LLF-те күміс жүлдегер. 3 турнир, 3-тікте жүрсіздер. Ұтуға, осы LLF-ті ұтуға не жетпей қалды? Тәжірибе жетпей қалды деп ойлаймын. Өйткені біздің ойыншыларымыз көбісі 3-ші лиганың балдары. Осы бірінші, екінші жылы мынандай деңгейлі жарыста күнде қатысып жатырған жоқ. Біз үшін екінші орын жақсы жетістік деп ойлаймын. Өйткені геолог командасы өте мықты. Жақсы ойыншылар бар. Бүкіл былай айтсам осы біздің Маңғыстаудың ойыншыларының жақсы ойыншылары бар. Ал давай Астана қаласында сәттілік. Тағы да 4-ші турнирде 3-тік келдіңдер. Менің қасымда бұл турнирдің үздік қақпашысы дәл осы жігіт. Групповойдан бастап геолог командасы финалға дейін әкеліп, бүгін жеңіске жетіп отыр. Құтты болсын. Ощущение қалай? Нормально. Лучший вратарь болдың. Бірінші орын олың. Алғашқы рет LLF тұтып отырсың, да? Жоқ, екінші рет. Екінші рет подряд тұтып отырсың LLF. Не айтасың? Айтамын. Айтады дымы жоқ, короче. Давай, лучше бол жүре бер. Давай. Нұрбек, сен біреуге нападать етіп жүре бер. Ал сен қорғап жүре бер, бәрін хорошо. Тосын жігіттер. Лучший защитник Абат. Лучший нападающий турнир. Осы турнирдің үздік ойыншысы Қазақ Хисамуддин.